Шымкент қаласының 18-ші мөлтек ауданында адалдық алаңы қызметкерлерінің ұйымдастыруымен көше бойындағы дәріханаларға рейд жұмыстары жүргізілді. Оған бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, жастар мәслихатының депутаттары және Шымкент қаласы кәсіподақ орталығы аумақтық кәсіподақ бірлестігінің қызметкерлері қатысты. Ондағы мақсат дәрігерлердің бар жоғын біліп, баға тұрақтылығына көз жеткізу. Елде вирус тарап, халықтың бір қатары дәріханада кезек күтіп, қажетті дәрілерін ала алмай жатқан жайлар кездеседі. Және дәрі бағасы да қымбаттады дегенді қала тұрғындарының аузынан көп естиміз. Рысқұлов көшесінің бойындағы Мұрат Фарм 180-20 Зерде секілді кездескен дәріханаларға жүргізілген рейд барысында халықтың сұранысында жүрген парацетамол, аспирин, анаферон, генферон, аналгин, азитромицин және аскорбин қышқылы секілді дәрілердің қайсысы сатылымда екенін білуге тырыстық. Аталған дәрілердің бір шамасы Зерде дәріханасында кездесті және бағасы қолжетімді дейді қарапайым халық. Аптекаға жібердім, мен метрогил алдым, сефтраксон алдым. Сөйтіп аскорбинка үшеуін 5 күн салып, содан жазылдым. Айтпесе мен ковид болып, қазір пневмония болып, мен бұл күні өліп қалған болатын. Мына 03-дегі процедурный кабинетке. Одан кейін жазылғасын аллергия шықты. Сосын ана қызым тамақ ауырды, сода сол кезде не салған едім, сұраған ем азитромицинді 3680 теңгеге сатты. Чегі бар, мен үйден тапсам. Зердеде ол маған қазір 900 деп айтты. Дәл сол ғой, Дәл сол азитромицинді Зердеде 900. Мына қазір мысалы процедурный кабинеттер бізде мысалы ауырған кезде әшейін простой еммен-ақ жазып шығарып жатыр. Мен 6 күн жүрдім. Сол жерде қанша адам жазылып шықты да, солардың әшейін ғана өздерінің айтқан дәрісін салып бергеннің өзіне жазылып шықты да. Неге соны біздің өзіміздің клиникалар ауырып жатқан адамдарға неге осындай хотя бы осындай метрогилдің системасын құйып беріп, хотя бы ақшамызға ғой. Қазір система құйған, укол салған бәрі ақшаға ғой, медсестралардың еңбегі шығармақи соған. Өз ақшамызға неге врач отырып, солар осы емді жасай салмайды простой халыққа. Поликлиника не үшін керек онда? Олардың ауруын асқындырып, пневмония болғанда ғана қарайды, оған дейін қарамайды. Бүгін таңертеңнен аралап, 3 аптекке келдім. 3 аптектің бағаларында бәрін көрсе, шли айтып баратқан баға былай шли қымбат емес. Шамал қосылуы да мүмкін, енді қосылуын біле алмайды, бірақ бас аяғы 9430 теңге, 10.000 теңге дегетті ғой. Дәрілердің бәрі. Мұрат Фарм аптекке бардық, 120-80 аптегіне бардық. Мінекей, мына жерде Зердеге келдік. Жалпы сол ана 2 аптекте жоқ дәріні өсерден алдым. Дәрі кезет туралы естігендер жоқ болса, назар салған жөн. Қазіргі дәріханаларда дәрі бағасының қымбаттағанын байқасаңыз және тұрақты бағасы қанша екенін білгіңіз келсе, аталған бағдарламаны ұялы телефоныңызға орнатып, алатын дәрінің атауын жазыңыз. Сол кезде тұтынбақ болған дәрі-дәрмектің негізгі бағасы шығады. Егер дәріхана қызметкерлері шекті бағадан асыра сататын болса, шағымдануға болады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент жанынан Шымкент адалдық жанынан жұмысшы топ құрылған болатын. Ол жұмысшы топтың басты мақсаты қазіргі пандемияға байланысты заңсыз дәрілердің бағасының көтерілуі және де чектің берілмеуі, түрлі жағдайлардың алдын алу мақсатында осындай жұмысшы топ құрылған. Бүгін рейдтік іс-шараға шықтық. Осының алдында ғана мен сіздерге кеше ғана айтып өтіп кетейін. Жаңа тауарлардың сапасын арттыру бойынша департамент бар бізде, бақылау департаменті. Сол департаментінің басшысының орынбасарымен кездескен болатынбыз. Сол кезде дәрілердің бағасына байланысты біраз сұрақтар қойылған болатын. Ол жерде мысалы жаңағы айтып өтейін. Кеше мынандай бір жағдай болды. Бір тұтынушы 6200 теңгеге Сумамед дәрісін сатып алады, 500 миллиграмдық Плива жаңағы компаниясының. Дәл сондай дәріні жаңағы қателеспесем Зердеден 5300-ге дәл сондай фирмадағы сонша жаңағы миллиграмдық дәріні 5300-ге тапқан болатын. Енді бұл жердегі бір айта кететін жағдай, дәрі кезет деген сайт бар. Ол сайтта көрсетілген ежелік бағадан асып кетпеу. Осыны жаңағы басты жағдайдамыз. Және де тұрғындар тарапынан мынандай қателіктер кетіп жатыр. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, бір тұрғын жаңағы бірақ ол ақпаратты тастайды. Ол ақпаратта былай. Жаңа мен бір дәріні
тура сондай дәріні басқа аптекадан 900 теңгеге алдым, мына жерде 3800-ге сатып жатыр деген. Енді оны қазір анықтайтын боламыз. Біріншіден чегіне қараймыз, екіншіден ол дәрінің жаңа қандай компания, қанша миллиграммдық, ол өзі соған байланысты бөлінеді. Осыған байланысты біз ол кісіге жауабын беретін боламыз. Енді және де басқа да аптекаларда қазір чексіз дәрілерді сату орын алып жатыр. Бізге қазіргі таңның өзінде 4 адам жазып қойды адресімен бірге. Енді біз соны тексеретін боламыз. Елімізде төнген қауіп кезінде қалта қалыңдатуға тырысатындар көбейеді. Осындай заңсыз дүниелерді болдырмау және алдын алу мақсатында халық жанашырлары тексеріс жүргізіп бақылауға алуда. Әйгерім Орынбасар, Жалғас Жаңаберген, Айғақ қоғамдық телеарнасы.